Ассалаумағалейкум қалың елім қазағым. Ассалаумағалейкум қара орман халқым. Армысыздар алталаш. Алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Бүгінгі тікелей эфирімізді табиғат аясында сіздерге жалғастырушы Серікжан Біләшұлы. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Мынаны аздап аласартайын. Ал ендеше лекциямызда айтқанымыздай Путин ажалына асықты деген лекциямыздың 6-шы бөлігін бастаймыз. Бұл Ресейде үлкен оқиғалар ретімен болып жатыр. Білесіздер, мына ауылда өскен балалардың барлығы білет, құтырған ит деген болады. Құтырған ит құтырған кезде иесіне шабады. Өзінің күшігін өзі шайнап тастайды. Бөлтірігін шайнайды. Көзіне не көрінеді, адам ба, мал ма, бәріне шабады. Сондықтан құтырған итті көбінде емдемейді, атып тастайды. Қазіргі мынау Путин тура сол құтырған ит сияқты болып тұр. Не істерін білмейді. Жаңағы айналасына шаба бастады. Оған дәлел осы негізінде кешақ сөйлеп тастауым керек еді. Мына екі орыстың миллионері өлді де қалды. Бұл екеуі де, біреу Мәскеуде өлді, біреу Испанияда өлді. Екеуінде адам өлтірді. Мәскеуде өлген енді тіпті сұмдық. Мәскеуде өлген енді Ресей ақпаратының өзінің айтуында ол енді өте сұмдық жағдайда өлген, балталап өлген, пышақтап өлтірген. Ал енді Испанияда өлген, ол да сұмдық жағдайда өлген. Ал бұның сыры неде қазірше ешкім білмейді. Бейне біздің лекциямыз міне бірінші қабаттан үшінші қабатта сөйлегеніміз сияқты. Қайсы күні мына қызыл жапырақты, қоңыр жапырақты ағаштың түбінде тұрып сөйледім. Кешегі лекциямда. Анау көк жейдешені киіп отырып. Одан ана үйде отырып сөйлегенде ол екінші қабатта отырып сөйледім. О кезде бұның жапырағы көрініп тұр. Бүгін міне үшінші қабатта ұйқы бөлменің қасында, мынау ағаштың ең биігінің қасында тұрып сөйледік. Оқиға бірден бірге көтерілгені сияқты. Бұл Путиннің оқиғасы да, Орыс-Украин оқиғасы да міне күннен күнге бір қабатқа шығып бара жатыр. Журда бүкіл дүниежүзілік геосаясатта үлкен оқиға болуы бек мүмкін. Ол оқиға осы Путиннің өліміне, немесе Путиннің қашып кетуіне, не Путиннің тұтқындалуына тіке қатысты болуы мүмкін. Енді оған асықпай тұрып айтайық. Путин бұл екі орыстың миллионерін неге өлтірді? Себебі бұл екеуі де Газпроммен қатысты болған. Газпром банк деген. Бұл Ресейдің кәдімгі бүкіл Путиннің кошелегі болды. Енді 2008-2009 жылдары Газпромның бастығы Миллер деген болған. Оны Путиннің кошелегі деп атаған. Евразиялық экономикалық одақтың ең алғашқы жаңа негізі жасалынып жатқан кез 2008-2009-да сол Путин енді бүкіл Ресейде басқару жолы кәдімгі пирамидалық басқару жолымен басқарды. Оның өзі КГБ-ні, КГБ-ді басқарып тұрған кезде, сол КГБ-дің бастығы болып тұрған кезінде, оның өзі негізінде сол қаржы пирамидасы арқылы, финансовый пирамида арқылы көтерілген сұмырай ғой. Егер қаласаңыздар, мен отырып сөйлейін. Осы отырып ақ сөйлейінші. Басын. Осылай сөйлегенім дұрыс сияқты. Осы отырып сөйлегенге жетпейді екен. Оразада аяқ қолдан жан кетіп өзі. Ал
Бұл өзі сол МММ деген атақты 90 жылдардың соңы Совет одағы құлағаннан кейін бүкіл Ресейдің байларының, орта шарқыларын, тіпті қарапайым халқының бүкіл ақшасын сыпырып кеткен үлкен пирамидалық үлкен сойқанның басында сол Путин тұрған. Бұл МММ деген Қазақстанға да келді. Сол заманда сол Қазақстанда МММге алданған қазақтардың алды ұмытып та қалған шығар енді. Оның өзі 30 жылдың алдындағы оқиға болды. Енді жаңағы Путин жағынан өлтірілген болуы мүмкін деп бүкіл дүние жүзі күдіктеніп жатқан екі орыс туралы ақпараттарды сіздерге мен қысқаша аударып жіберейін. Бұл енді Daily Mail'дің жариялаған ақпараты. Америка уақытымен 21 сәуір, Америка шығыс уақытымен 19:48-де жариялаған ақпарат. Ресейдің газ саласының, газ жарна шекті серіктігінің бұрынғы мансаптысы үйінде өлі күйде Мәскеуде табылды. Ол өле салып бірнеше күннен кейін Ресейдің миллионері, бұрынғы Ресей газ компаниясының басшысы кәдімгі асып өлтірген немесе асып өлтірген. Ал оның әйелі мен баласын кәдімгі пышақтап өлтірген. Пышақтап дейміз ба, балталап, кәдімгі шауып өлтірген ғой, балталап, шауып, қан жосағып өлтірген. Енді бұл туралы ақпаратты сіздерге қысқаша айтайық. Бұл Испанияда болған. Ресейдің газге қатысты жауаптысы адамы сырлы жағдайда өлді. Оның Испаниядағы кәтежінде оны асып өлтіргендігі белгілі болды дейді. Ал оның әйелі мен қызы жаңағы кескілеп өлтірілген. 55 жастағы Сергей Протесения, орыстың атына тілім келмейді. Сергей Протесения бұл дейді балта және пышақпенен жаңағы оның әйел мен қызының өлтірілгені анықталды дейді. Ал оның Испаниядағы Флорет де Мар деген кәтежінде оның жаңағы өлі денесі табылды дейді. Ал бұл үйді тексеру нәтижесінде барлық қандықолдық қарекетке қатысты аспаптарда ешқандай бармақ іздері, саусақ іздері табылмаған дейді. Делоны тексеру жүріп жатыр дейді. 3 адамның мәйіті сейсенбі күні байқалды дейді. Аптаның 2-ші күні байқалды дейді. Ал осыдан бір күн бұрын дейді. Яғни дүйсенбі күні орыстың миллионері менен әйелі және қызы дейді Мәскеудегі үйінде өлі табылған болатын дейді. Бұл оқиғада таңғажайып дейді. 51 жастағы Ресейдің миллионері Владислав Аваев және оның 47 жастағы әйелі Елена және 13 жастағы қызы Мария және оның жаңағы өтіспелі кезеңдегі қызы дейма Анастасия дүйсенбі күні денедер өлі табылған дейді. Ал осы екі қылмыстық оқиғаның барлығы Ресейдің Газпроммен тіке қатысты дейді. Ал бұл Газпром Путиннің Ресейге шабуылдауынан кейін батыстың санкциясына ұшыраған дейді. Ал Протесенияда 330 миллион фунт стерлинг ақша бар дейді. Протесенияда 330 миллион фунт стерлинг ақша бар дейді. Ол бұл Ресейдің жаңа газ компаниясының төбесінен қарайтын Новотектегі жаңағы басшылық алқада орынбасар президент болып 7 жыл жұмыс атқарған. Аваев Газпром банктың орынбасар президенті болған. Бұл Газпром банк деген сол Газпромның ақшасын айналдыратын банк болған. Ал енді бұл ақпаратты сіздерге жеткіздік. Мәскеу мен Испанияда қатарынан өлген бұл орыстың бұл байлары, бұның барлығы сол тікеден тіке сол Путинге қатысты. Қазір батыстың көптеген ақпарат құралдары
бұны Путин өлтірді деп отыр. Себебі енді бейресми Twitter'дегі кеше түнде менің ұйықтамай жатып тексерген бір ақпаратымда бейресми түрде бұл екеуі бір Испанияда, бір Францияда дейді, біреулер Испанияда дейді, кәдімгі компания тіркеп, өздерінің сол Ресейден Еуропаға сататын газдерін жаңағы Испания мен Францияда тіркелген компаниялар арқылы сатып, Путиннің меңгеруінен қашпақшы болған дейді. Тағы біреулері, олар Ресейдегі бір байлықтарын сол Испания және Франциядағы компанияларының атына жаздырып үлгерген дейді. Енді белгісіз. Енді сонша жауыздықпенен жаңағы кескілеп отырып, балталап отырып, пышақтап өтіріп, жаңағы әйеліне дейін, баласына дейін өлтіріп тастаған. Бұл енді Еуропаның кәдімгі киллерлеріменен тіке жұмыс жасайтын адамдардың өзі, бұл тікеден тіке KGB-дің, яғни КГБ-ның стилі деп отыр. Путиннің өзі КГБ-шник екенін барлықтарыңыз білесіздер. Анығында Путин енді құтырған ит сияқты айналасын қаба бастады. Ал бұл бірінші жаңалық. Екінші жаңалығымыз, Ресейде жарылыс болып жатыр. Бірі Ресейдің әуе зерттеу орталығы, ғылыми зерттеу мысалы, әуе дегеннен ақ білсеңіздер болды ғой. Соны зерттейтін орталығында бір жарылыс болды, сосын бір химиялық заводында жарылыс болды. Ресей жеріндегі бұл жарылыстардың сыры неде? Украиндер жарды ма? Жоқ, Путинге қарсы, соғысқа қарсы Ресейдің халқы жарды ма? Осының барлығы кәдімгі белгісіз дүние. Белгісіз дүние. Қазір енді жұрт бұның барлығын сансаққа жүгіртіп талқылап жатыр. Ал халық бұл жарылыстардың барлығының тек Путинге зиян екенін біліп отыр. Анығында Путин осы жарылыстардан ешқандай пайда көрмейді. Украинге жала жабайын десе өзінің әлсіздігі, жала жаппайын десе өзінің жаңағы әуе зерттеу орталығы, мүмкін ол дрондық орталықтар шығар, мүмкін ол бір ракета зерттейтін шығар. Қысқасы енді орыс шошқа сою орталығы деп қойып, ішінде KGB-дің офисі болады ғой. Мысалы, Ресейде жасырын орталықтар, докторхана деп жазып қоятын биологиялық лабораториялар, бұл енді өте көп. Сондықтан бұл орталықтарда қандай сұмдық сырлар болып жатыр, енді бір құдайдан басқа ешкім білмейді. Бірақ қалай болмасын, бұл Путин үшін зиян, бұл анығында Путин үшін үлкен минус болып тұр. Үлкен минус болып тұр. Егер оны Украинге жауып жіберсе, онда тіптен ол Путиннің әлсіздігі болғалы тұр. Ал бұл екі оқиға, жаңағы екі орыс отбасымен қырылғаны, Мәскеу мен Испанияда екі жарылыстың болғаны Путин үшін алған кезде, бұл оқиғалар бәрібір зиян, себебі жарылыстар ол екі бастан зиян. Ал мына адамдарды егер Путин өлтіргені белгілі болса, ол дағдылы орыстық KGB-лік өш алу, енді орыстың орта шағын бизнесмендері, тіпті олигархтарына дейін Путиннен қорқа бастайды. Себебі олар енді Путиннің айналасына талай бастаған білетте, Путинге қарсы бүкіл ресейлік байлар, саясаткерлер енді бас біріктіру әбден мүмкін. Бас біріктіру әбден мүмкін. Және бір тұрғысынан бұл байларды шетелдің енді Twitter'дегі жаңағы аналитиктерінің аналитика жасауында бұлар сондай ірі байлардың қатарына жатпайды дейді. Бұлар жай қатарда қарапайым байлар дейді. Енді 330 миллион фунт стерлинг дегендің өздеріңіз фунт стерлинг бағасын біліп алаңыздар, енді Англияның ақшасы. Бұл адамдар неге сонша ондай бір ірі бай болмаса, неге Путиннің өшпенділігін тудырды? Әлде Путин бұларды өлтіру арқылы басқаларына ескерту жариялады ма? Әлде бұлар шетелде жүріп, әлде қандай бір оппозициялық одақтар құра бастады ма? Әлде Путиннен бір ақшадарын жасырып алып қашты ма? Бұл енді белгісіз. Әлде бұлар шетелдің күштік құрылымдармен бірігіп бізді қолдасаңдар Ресейде саяси оппозиция құрамыз деді ме? Жоқ, әлде бұлардың қандай да бір Путинге қарсы қылықтары болды ма? Ешкім білмейді. Бірақ қалай болмасын, бұның барлығы екі жарылыс, екі өлім, бұл тек Путинге зиян салып тұр.
Енді Путиннің айналасы ойлана түседі. Ал сіздерге бүгінгі ақпаратымыз осымен тәмам. Ендігі ақпаратымызды сәлден кейін мынау күнге далаға ашыққа шығып, мына күн кетіп бара жатыр былай қарай. Далада ашықта отырып сөйлейік. Сіздерде дәл қазір түнгі сағат 11-ден 4 кетті ма? Бізде 22 апрель Вашингтон қаласында түскі сағат 1-ден 4 кетті. Сіздерде түнгі сағат 11 болды ғой деймін. Ендеше мен ана күн шуаққа жақындап, гүлдердің қасында отырып, фонды ауыстырып отырып, лекциямды сөйлейін. Бір 5 минуттан 7 минут уақыт беріңіздер. Сіздерге тағы басқа халықаралық анализімізді айтамыз. Ол анализімізде бұдан да басқа жағымды жағымсыз жаңалықтарды жібереміз. Аман сау болыңыздар, сәлден кейін жүздесейік.